Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі қамыры жып-жұқа болып шығатын чебуректердің рецептісімен бөлісемін. Рецептімізге қажетті заттардың барлығын мөлшерімен описание бөліміне толық жазып кететін боламын. Алдымен қамырымызға тұз, ыстық су, сұйық май және ұн керек болады. Ыстық суымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз толықтай ерігенше ұнымызды електен өткізіп бастаймыз. Ұнымыздың ортасын шұңғыл етіп, оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді оның үстіне суымыздың жартысын ғана құямыз, және де барлығын шанышқының көмегімен араластырып шығамыз. Үстіне қалған суымызды құйып жібереміз. Барлығын жақсы етіп араластырамыз да, қолымызбен жақсы жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды газге қойып қоямыз. Көк жуамызды турап бастаймыз. Мен жуамның артық ескірген жерлерін барлығын алып тастадым. Содан кейін барлығын осылай жып-жұқа етіп турап алдым. Міне жұмыртқамыз да пісті. Салқын суға салып суытып алдым. Енді барлығын жақсылап аршып, жұқалап турап шығатын боламын. Міне видеодағындай барлығын осындай кубик тәріздес етіп турап алдым. Енді салмамыздың үстіне кішкентай тұзбен бұрыш салып, барлығын бірге жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды алып, чебуректерімізді жасап бастаймыз. Осылай қамырымызды ұзын етіп созып аламыз да, бірінші бөліктерге бөліп шығамыз. Одан кейін осылай әр бөлікті ішіне қарай қайырып, кішкентай шар тәріздес етіп шығарамыз. Егер барлығы бірдей салмақта болсын десеңіз, таразыға салып өлшеп алсаңыздар болады. Әр қамырды жұп-жұқа қылып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымыздың қалыңдығы салмасын ораған кезде осылай көрініп тұруы қажет. Қамырымызды ораған кезде осылай шет жақтарын бір-біріне жақсылап алдымен жармастырып аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен узорын шығаратын боламыз. Табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, чебуректеріміздің барлығын пісіретін боламыз. Чебуректеріміздің барлығын екі жағын қызартып, жақсы етіп пісіріп аламыз.
Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне чебуректеріміз пісіп шықты. Менде барлығы 22 дана болды. Қамыр осындай жұп-жұмсақ, әрі жұп-жұқа болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.